Қайырлы кеш баршаңызға. Қасиетті жұма күнгі дұға тілектеріміз қабыл болсын. Бүгін ойламаған жерден эфирге шығып отырмын. Сіздерге кішкене де болса пайдалы болсын деген ниетпен, пайдалы болайын деген ниетпен. Бүгін сіздерге мен Алланы тану туралы, Алланың есімдері туралы айтқым келіп отыр. Өткенде эфир сақталмай қалды. Тікелей эфирде жеке қабылдау жасағаннан кейін сол клиенттің өтінішімен эфирді сақтаған жоқпын. Сондықтан бүгін осы Алланы тану туралы және есімдер туралы айтқым келіп отыр. Менің дауысым естіліп тұр ма? Бейнем көрініп тұр ма? Бейнем көрініп тұрса, дауысым шығып тұрса, маған плюс белгісін қойып қойсаңыздар екен. Қайырлы кеш, Гүлжанат ханым. Қалыңыз қалай? Менің дауысым естіліп тұр ма? Бейнем көрініп тұр ма? Маған плюс белгісін қойыңызшы. Естіліп тұрса. Алланы қалай танимыз? Алланы біз иман келтіру арқылы танимыз, және де Алланың 99 есімі арқылы таниды екенбіз. Аллаға иман келтіру деген сөз Алланың бар екеніне сену, иә. Ал енді Алланың 99 есімі бар ғой, оны барлықтарыңыз білесіздер деп ойлаймын. Сол 99 есімінің әр есімі өзі бір мағынасы бар, иә. Сол Алланың есімдерін біз айтқан кезде жаңағы өзімізге жолымызды ашар екенбіз. Жолымызды ашқанмен қоймай, әр есімін, керек есімін өзімізге айтып отырсақ, өзіміз жолымызды ашамыз. Мен сіздерге өзім тәжірибемнен айтайын, менің көзім нашар көретін болатын. Сонда мен Әл-Захиру деген Алланың есім бар, соны намаздан кейін 500 рет айтатынмын. Күнде таң намазынан кейін 500 рет айтып жүрдім. Соны бірнеше уақыт өткеннен кейін мен көзіме операцияға ақша керек болатын. Сонда қарасам, бір кішкене уақыттан кейін сол жолдасым ойламаған жерден сол операцияға қажетті ақшаны тауып әкелді. Яғни бұл ненің арқасында? Алланың арқасында. Кімнің қалауымен? Алланың қалауымен, иә. Бұл өмірде барлығы Алланың қалауымен болады ғой. Сондықтан мен осы Әл-Захиру есімін қайта айту арқылы өзімнің көзіме қажетті қаражатты Алла жеткізіп берді, және соны жасатып алдым. Содан менің қазір Аллаға шүкір көзім жақсы көреді. Бұны мен не үшін айтып жатырмын? Өйткені көбіне адамдар біз білеміз да, бірақ мән бермейміз. Мысалы, Әр-Рахман деген есім бар, иә. Алла рахымды, яғни мейірімді. Әр-Рахим, мейірімді Алла. Әр-Разақ, ризық беруші Алла, иә. Одан кейін мынау Әл-Муғни деген ат бар, Алла байытушы деген, иә. Және мынау тағы да Әл-Уахаб деген Алланың есім бар. Бұл Алланың тосын сыйлары, беретін тосын сыйлары. Міне осы өзім күнделікті айтып жүрген осы Әр-Разақ, Әл-Муғни, Әл-Уахаб. Осылардың әрқайсысын мың реттен айтқан кезде менің өмірімде керемет, өзім күтпеген тосын сыйлар болды. Алматыға психосоматологтардың форумына барып келдім. Сол кезде ойламаған жерден тосын сыйлар алып бастадым. Ақшалай болды, былай сыйлықтар болды. Сонда мен айтайын дегенім, біз білеміз дейміз да, бірақ білгенімізді жасамаймыз, яғни әрекетке айналдырмаймыз. Соны әрекетке айналдырған кезде бізде керемет Алла тағала мүмкіндіктердің есігін ашып қояды екен. Соны айтқым келіп жатыр сіздерге. Қандай да бір
қиналып жүрсеңіз, бір сынақтар болып жатса, осы Алланың 99 есімінің ішінде сынақтардан құтқаратын да Алланың есімі бар. Солардың барлығын айтып жүрсек, бізге ол өте пайдалы болады екен. Біздің өмірімізді жеңілдетуге Алла жаңағы есебін тауып қояды екен. Сондықтан біз барлығын жаңағы Алладан сұрауымыз керек, адамнан емес. Біз көбіне адамнан сұрап кетеміз. Қарыз кредитті алып аламыз да адамдардан сұраймыз. Адамдар бермесе ренжіп жатамыз. Ал негізінде оны біз дұға арқылы Алладан сұрау керек екенбіз. Бұл өмірде ең күшті жаңағы нәрсе ол дұға. Қандай нәрсені Алладан дұға етіп сұрасаңыздар, ол міндетті түрде қабыл болады. Өзіме көмектесіп жатқанын айтып жатырмын. Қайырлы кеш, Салтанат ханым, қалыңыз қалай? Бүгін Алланы тану туралы айтып жатырмыз, және де Алланың алдына қалай шығып кетеміз, құл халінен қалай шығып кетеміз, сол туралы айтып жатырмын. Құл халінен қалай шығамыз, егер де біз өзімізді Алланың рөліне қойып алсақ, Алланың орнына қойып алсақ. Мен барлығын өзім шешемін, барлығын өзім тауып жатырмын, барлығын өзім істеп жатырмын, өзімнің еңбегімен болып жатыр деп айтқан кезде біз Алланың алдына шығып кетеді екенбіз. Дегенмен де ризықты беруші Алла Тағала, барлық Алланың қалауымен болады. Бірақ менде клиенттер болады, сол айтып жатады, мен бәрін өзім тауып өзім істеп жүрмін деп айтады да, бірақ оның ар жағында Алла тұрғанын түсініп біле бермейтін адамдар бар, өкінішке орай. Сондықтан қайырлы кеш, Құралай ханым, қалыңыз қалай? Біз Алланың алдына шығып кеткеніміз сол жаңағы құл халінен шығып кеткен кезде біз жаңағы Алланың алдына шығып кетеді екенбіз. Яғни ол кезде бізде шарт қою болады. Шарт, әсіресе мынау ерлі зайыптылардың арасында шарт қою бізде өте жаңағы белең алып тұр. Екі ерлі зайыпты бір-біріне шарт қояды. Әйелі күйеуіне, күйеуі әйеліне шарт қояды. Еркек деген мынандай болу керек, әйел деген мынандай болу керек, сен өзіңнің міндетіңді атқармай жатсың деген сияқты шарт қоюлар болады. Сол шарт қойған кезде бізде қарым-қатынас бұзылады, және Алланың алдына біз бейсаналы түрде шығып кеткенімізді білмей қалады екенбіз. Сондықтан осы нәрсені айтқым келіп жатыр. Әсіресе мына бала тәрбиелеуде біз ана болғаннан кейін, ата-ана болғаннан кейін біз ойлаймыз, біздің айтқанымыз болу керек, біздің айтқанымызбен жүру керек деп. Сол кезде де біз шарт қою арқылы балаларға Алланың алдына шығып кетеді екенбіз. Сол кезде бізде сынақтар басталады екен. Енді осыны қалай біз Алланың алдына шықпауымыз керек? Осыны айтатын болсам, сіз құл халіне түсуіңіз керек. Яғни сіз Алланың құлысыз. Құл құлға шарт қоймайды. Құлда ештеңе жоқ. Құлға шарт қоймайды. Құл құлды тәрбиелей алмайды. Алла бізді тәрбиелейді көркем мінезді болуға, адамдар арқылы, сынақтар арқылы тәрбиелейді, өзіне жақындатады көркем мінезді болуға. Енді осы орайда айтайын дегенім, біз психолог болып жұмыс істегеннен кейін көп клиенттер келіп жатады неше түрлі проблемамен. Сол кезде артқы түпкі себебіне барып жатқан кезде, мына ауру, денсаулыққа байланысты болсын, қарым-қатынасқа байланысты болсын, барлығы айналып келген кезде сол Алланың алдына шығып кеткеннен болып жатады. Яғни адам өзінің құл екенін сезінбей қалып жатады, құл халінен шығып кетіп жатады, адасып жатады, шатасып. Сол кезде біз Алланың алдына шығып құл халінен шығады екенбіз. Жаңа басында айттым, Алланы қалай тану керек, Аллаға қалай дұға жасау керек. Енді осы мен өзімнің практикамнан да айттым бағана. Жаңа тағы да айтатын болсам, осы намаздан кейін бір керемет дұға бар, 40 миллион сауап әкелетін. Сол дұғаны ылғи да айтам. Сол дұғаны айтқан кезде менің жаңағы қандай ісім болмай жатыр, сол істі Аллаға тапсырып, сол дұғаны айтқан кезде Алла маған бір жақсы жол көрсетіп қояды, керек адамдарды жіберіп қояды. Сондықтан жаңа айтады, мұсылманның ең күшті қаруы ол дұға деп. Енді Алла айтады, мені шақырыңдар дейді. Менен сұраңдар, мен жауап беремін, міндетті түрде дұғаларыңды, тілектеріңді қабыл аламын дейді, қабыл етемін дейді. Ол Ғафир сүресінің 40-шы аятында жазылған екен. Сонда біз Аллаға сенімді түрде дұға жасасақ, ол міндетті түрде қабыл болады. Біз өкінішке орай дұға сұраймыз да, бірақ дұғаның қабыл болуын болмауына күмәнданып тұрамыз, пенде болғаннан кейін. Ондай кейбір кезде менде де бұрын болған сондай.
сол кезде мен өзім кешірім сұраймын ішімнен, астафираллах деп. Өйткені Аллаға сұраған нәрсені сенімді түрде сұрау керек та, сол кезде қабыл болады. Сосын кейін кез келген өмірде болып жатқан ситуациялардан Алланың мейірімділігін іздеу керек екен. Мысалы бізде өмірде неше түрлі сынақтар болып жатады ғой. Сол кезде біз Алланы кінәлап кетеміз, немесе бір адамдарды кінәлап кетеміз, бірақ өзімізден көбіне кінәні іздемейміз. Өзіміздікін бәрі дұрыс сияқты болып тұрады. Әр адамға өзінікі дұрыс сияқты болып көрінеді. Сол кезде біз жаңағы өзіміздің кінәмізді мойындау арқылы Аллаға жақындаймыз, яғни иманымызды күшейтеміз. Сол өзімізді тәрбиелеу арқылы біз Алланы танимыз. Мысалға айтып жатады, Құдайын танымаған адам өзін танымайды дейді. Мысалы, маған клиенттер келіп жатады, мен өзім таппай жүрмін, миссиям таппай жүрмін, мен не істейтінімді білмей жүрмін деп айтып жатады. Яғни ол адаммен сөйлесе келе, ол кішкене иманы әлсіз, Алладан алыстау екен көрініп жатады. Сол кезде мен айтам да, осындай сұрақтар қою арқылы клиентті біз Аллаға жақындатамыз. Яғни Алланы былай айтқанда тануға көмектесеміз. Кез келген адам психологқа келген кезде өзімен бетпе-бет кездесуге келеді, және сол сұрақтың жауабын табуға келеді. Қайырлы кеш, Шакира ханым, қалайсыз? Қалыңыз қалай? Бүгін Алланы тану, құлқалінен шығу туралы тақырыпты айтып жатырмын. Өткенде эфирім сақталмай қалды. Жеке қабылдау болғаннан кейін соны бүгін қайталап өткізгім келді. Өйткені бүгін жұма, қасиетті жұма болғаннан кейін адамдарға қандай да бір пайдалы эфир болсын деген ниетпен осы туралы айтып отырмын. Енді мен өзім Алланы қалай таныдым, өзім тәжірибемнен айтайын. Мен әскери қызметте жұмыс жасағаннан кейін бізге намаз оқуға болмайды, ораза ұстауға болмайды. Ол заң, устав бойынша бізде сондай болған. Одан кейін мен ол өзім нәпсімнің әлсіздігінен болу керек, иманым әлсіздігінен, мен сылтауратып намаз оқымай солай жүрдім. Бірақ мен сол 45 жаста бізді зейнетке шығарады, сол кезде мен дайындала бастадым. Мен қалай бастадым? Мен зікірмен салауатты көп айтып бастадым. Автобуспен жұмысқа 40 минут жүрем, 45 минут. Сонда барғанша келгенше зікір салауат айтам. Солай мен Аллаға жақындай бастадым. Одан кейін жаңағы таң намазын бастадым. Таң намазын бастап оққан кезде мен 4 ай таң намазбен жүрдім. Қазір ойлап қарасам, сонда ол өзімнің менің иманымның әлсіздігі болып тұрған екен да, нәпсімнің қалауын жасап жүрген ғой. 5 уақыт оқымай тек қана таң намазын оқып жүрдім. Одан кейін барып 5 уақытқа көштім. Енді осы жерде жаңа айттым, басында Алланы тану үшін иманды бекіту керек деп, иман жолмен танимыз, және Алланың 99 есімімен танимыз деп айттым. Сол сияқты мен де солай өзім әсте Аллаға жақындап келдім. Мен бұл тақырыпты не үшін қозғап отырмын? Біз өмірде барлығын өзіміз қиындатып аламыз. Ол жоқ жерден проблеманы өзімізге шақырып аламыз. Қалай? Оймен, тілмен шақырып аламыз. Жаман ой ойлаймыз, содан кейін бізге жаман ой ойлағаннан кейін жаман оқиғалар болады. Біз мына өзіміздің түп санамызбен, подсознаниемізбен өмірге жаман нәрселер тартамыз. Өзімізге өзіміз қиындатып жүреді екенбіз. Мен қазір ойлап қарап отырсам, негізі Құранда да жазылған, қиындатпаңдар, жеңілдетіңдер деп мұсылмандарға солай жазып қойған. Сонда адам өзінің жаман ойымен, сөзімен, тілімен өзіне жаман ситуацияларда, жаман оқиғаларда адамдар тартады екен. Сондықтан мен айтайын деп отырғаным, бұл эфирде Аллаға жақындап, Алладан дұға сұрап, Аллаға тәуекел етіп, сенімді түрде дұға жасап, сенімділік білдіріп әрекет етсек, онда бізге Алла тағала оның берекетін беріп қояды екен. Осын жеткізгім келіп жатыр. Өйткені мен осы Алланың жолына келу арқылы өзімнің қаншама қателіктерін түсініп жатырмын. Қаншама күнәларымды біліп мойындап жатырмын. Кеше Алматыға барып келгенде форумға психосоматологтардың, сол жерде де біраз инсайттар алдым. Адам өзінің кінәсін мойындау, ол өзгерістің алғашқы қадамы. Көбіне бізде адамдар өзіміз мойындамаймыз, басқа біреулерді кінәлап жүреміз. Кінәні өзімізден іздеп, өзіміздің ішімізге үңіліп, өзімізге сұрақ қойған кезде біз біраз сұрақтардың жауабын табады екенбіз. Мынау не үшін деген сұрақтың құдіреті өте күшті. Неге емес, не үшін деп сұрақ қою керек екен. Не үшін сұрақ қойған кезде, не үшін деп, сонда бізге өзіміздің ішімізден, жүрегімізден жауап келеді екен.
сол не үшін сұрағын, қандай да бір сізде мәселе болып жатса, соған 5 рет не үшін сұрағын қойып қағазға жазасыз, жауап бересіз өзіңізге, иә. Сол кезде түбінде 5-ші рет айтқан сұрақ қойып жауап берген кезде сізде соның жауабы келеді екен. Ал неге деп сұрасақ, біз оны жаңағы қиындатып жібереді екенбіз. Ал не үшін деп сұраған кезде біз оның түпкі себебін табады екенбіз. Осы жерге дейін сіздерге түсінікті болып жатыр ма? Сұрақтарыңыз бар ма? Мен дауысым естіліп жатыр ма? Осы тақырыпқа байланысты сіздерде сұрақтар бар ма? Уағалейкум ассалам, Гаухар ханым, менің тұрақты оқырманым, қалыңыз қалай? Өте сондай жақсы менің тұрақты көрермендерім бар, ылғи көріп жүретін, қолдап жүретін, бірге дамып жүрген оқырмандарым бар. Соларға Алла разы болсын деймін. Алтын уақыттарыңызды бөліп бүгін кіріп жатсыздар. Бүгінгі эфир пайдалы болды деп ойлаймын. Қандай да бір сұрақтарыңыз болса қойыңыздар, жауап берейін. Салтанат ханым, сізге рахмет. Құралай ханым, мен тұрақты оқырманым, Алла разы болсын. Маған дайректке сұрақтар қойып жатады, клиенттер болсын, басқа оқырмандар болсын, мен жауап беремін, жауап беріп те жүрмін. Сондықтан кез келген сұрақтарыңызға жауап аласыздар, Аллахтың қалауымен. Бар сұрақтың жауабы өзіміздің ішімізде. Сет ұстамай жатыр ма? Жақсы. Бізде де интернет нашарлау ұстайды кешке қарай, өйткені барлығы қосылады ғой. Сосын күші жетпей қалады деймін. Осы Алланы тануға, құлшылыққа байланысты қандай сұрақтарыңыз бар, немесе басқа тақырыпқа байланысты қандай сұрақтарыңыз бар? Қыздар, мен естіліп тұрмын ба? Үндемей жатсыздар ғой? Активно болсаңыздар, сұрақ қойсаңыздар, қызық болады эфир. Мен өзім білгенмен бөлістім. Білгенімен бөлсең көбейеді, пайдалы болады деп айтады. Тек қана жаңағы мен білемін деп жүрмей, білгенімен басқа адамдармен бөлсең, ол да сауапты іс, ол да садақа болып саналады. Сондықтан бүгін сіздерге білімнің садақасын берейін деп шықтым бір жағынан. Бір жағынан эфирге көп болды, шықпай жүргеніме, шықпай қалдым. Қол тимей кетті, рилс түсіріп жүрдім да, сонымен жаңағы іссапармен Алматыға бардық. Сонымен эфирге шықпай қалдым. Сосын бүгін жұма болғаннан кейін осындай бір түйсіктен ой келді, шығып бөліс деген. Сол түйсігімнің бұйымтайын орындап отырмын, былай айтқан кезде. Рахмет Салтанат ханым, кері байланысыңызға, Алла разы болсын. Сұрақтарыңыз бар ма? Сұрақтарыңыз бар болса қойыңыздар. Ақысына маған көйлек алып бер десем, ол шарт қою ма? Әрине, Құралай ханым, шарт қойып тұрсыз ғой. Условия дейміз ғой біз, условия, шарт қойып тұрсыз. Біз шарт қоя алмаймыз, иә? Мен басында айттым, құлдар біз шарт қоя алмаймыз. Алла ғана бізді жаңа 5 парызды өтеңдер деп бізге шарт қоя алады, иә? Ал біз шарт қоя алмаймыз, өйткені біз құлмыз. Біз қалай шарт қоямыз? Біз солай құл халіне шығып кетеміз автоматты түрде. Ол кезде біз Алланың рөліне кіріп кетеміз да. Яғни сіз бұл жерде Алланың ақысына, күйеуіңіздің ақысына кіріп кетуіңіз мүмкін бейсаналы түрде. Сондықтан шарт қоймаймыз өйтіп. Шарт, вот сіз сөйтіп айтқан кезде күйеуіңіз сізге не дейді? Күйеуіңіз сізге не айтады сөйтіп айтқан кезде? Күйеуіңіз ренжиді ма? Күйеуіңізге шарт қойған кезде күйеулерге ондай нәрсе ұнамайды негізі. Сондықтан шынайы болуыңыз керек. Қыдыруға кеткенде дегенде қай жаққа қыдыруға кетіп жатыр? Достармен ба, басқа жаққа ма? Оны ол кезде сіз бәрібір сен кетпеші деп айтқанмен істемей, айтқан істемей кетіп қалатын еркектер бар, иә? Ол еркектерді не істейміз біз? Аллаға тапсырып, Алладан дұға сұраймыз. Өйткені біз оны бала сияқты бағындырып ұстай алмаймыз еркекті. Еркектер ол еркіндіктің адамдар ғой. Олар жаңа охотник деп айтамыз ғой біз. Даланың, сырттың адамы, олар аңшы сияқты сондай жаңа нәрселерді жасағанды, еркіндікті жақсы көреді. Ал біз оларды ұстай алмаймыз өзіміздің немізде, уысымызда ұстай алмаймыз. Вот, енді бұл сізге, Құралай ханым, сынақ болып тұр ғой, Алланың сынағы. Осыдан сабақ алыңызшы сіз. Алла тағала сізге осы арқылы қандай сабақ үйретіп жатыр, соның сабағын алыңыз.
бұл маған ескерту ма, сабақ па, жоқ әлде сүйінші ма? Бұл арқылы маған қандай нәрсе үйреткің келіп тұр деп өзіңіз сұраңызшы. Сізге сол кезде сізге жауап келеді. Жаңағы не үшін сұрағын қойыңыз, иә? Қағазға жазып, не үшін деп өзіңізге қойыңыз. Сол кезде сізге жауаптар келе бастайды. Машалла, Гаухар ханым, керемет. Сіз үшін өте қуаныштымын. Қатын Құранды бітіріп Құранға түстім дейді. Керемет, керемет, маған да жұғысты болсын. Соны басын бастадым да мен жаздың күндері аяқтамадым. Соны үйрену керек болып жатыр. Ниетті дұрыстап. Қуаныштымын сіз үшін. Алла разы болсын, Алла сауаптардан жазсын, Құраныңызды қабыл қылсын. Керемет нәрсе ғой. Құран, мынау намаз деген бар ғой, ораза, мына Алланың бізге беріп қойған 5 парызы негізінде бізге керек та, ол Алла тағала біз үшін жасап қойған оны. Біз соны көп түсіне бермейміз да, сөйтіп керісінше басқа нәрселер істеп жүреміз ғой. Алланың айтпаған нәрселерін жасап жүреміз да, одан кейін артынан өкініп отырамыз. Ол менде де болған сондай бұрын. Өкінгеннен не пайда, өткен іске деп бармақ тістеп отыратын кездерде болған. Бірақ енді өкінгеннен гөрі әр оқиғадан біз сабақ алуымыз керек екен да. Өйткені Алла тағала бізді тәрбиелеп жатыр екен ғой көркем мінезді болуға. Ораза туралы айтсаңыз келесте. Иә, ораза жақындап қалды айтқандай. Айтайын Салтанат ханым, мен ораза ұстап жүргеніме біраз жыл болды. Ораза ұстап жүрмін, сол туралы айтып бөлісейін. Қайырлы кеш. Иә, оразаның несі қасиеті өте күшті ғой. Пайдасы өте күшті, адамның организміне жаңару болады, жаңағы ішкі құрылысыңыз реттеледі, денсаулыққа пайдалы дегендей. Келесі тақырыпта Құдай қаласа осы ораза туралы жақсылап сіздерге айтатын боламын. Бүгін Алланы тану, құл халінен шығуды айттым. Ережелері қиындау болып тұр дейді. Иә. Жазылуы басқа, айтылуы басқа ғой ол. Арабша бір әріптің бірнеше мағыналары бар. Мен басын бастап үйренгем негізі. Ауызашарға шақырғанда кешке Құран оқуға бола ма? Әрине болады, әрине болады. Ол керісінше көп сауап қой қайта Құран оқыған. Қай жерде болмасын Құран оқып жүргенің ешқандай зияны жоқ, керісінше пайдалы. Құран дегенді білесіздер ғой, қандай қасиетті. Ол сізге көп пайдасы бар. Сіздің денсаулығыңызға, жолыңызды ашуға, мына о дүниелік адамдарға Құран оқыған кезде соның сауабы тиеді міндетті түрде. Сондықтан Құран оқу керек. Құран оқыған өте жақсы. Оразаны күтіп жүрмей, ораза болмайық, басқа күндерде мысалы Құран оқуға болады. Мен бүгін міне әр жұма сайын шелпек пісіруге тырысам. 7 шелпек деп айтамыз ғой, 7 нан деп айтады кейбіреулер. Соны таратқанда ол да садақа ғой. Оны көршілерге таратам, балаларға таратам. Сол кезде ол садақа болып саналады. Өйткені оған мен энергия жұмсадым, жаңағы еңбегімді жұмсадым, пісірдім. Соны таратқан кезде бір адам оны бисмилля қабыл болсын деп жеген кезде қарны тояды, сізге рахмет айтады. Сол кезде ол міндетті түрде сауап болып жазылады. Ол садақа. Садақаның бір түрі. Кейбір адамдар ойлайды, садақа деген тек қана ақша беру керек деп. Жоқ, ақша берумен шектелмейді ол. Садақаның бірнеше түрі бар. Сіз мысалы қазір маған кері байланыс жасап отырсыз ба, ол да садақа болып саналады. Күліп жүрсіз ба, ол да садақа болып саналады. Сосын рахмет Құралай ханым, Алла разы болсын. Жаңағыдай жылы сөз айту, қайырлы таң деп біреуге жаздыңыз, біреуді көріп бірінші амандастыңыз, ол да садақа. Біреуге жаңағы шай ішіп отыршы деп көршіңізге варенье апарып берсеңіз, ол да садақа. Біреуге кимейтін киіміңізді апарып бердіңіз, немесе мешітке апарып бердіңіз, ол да садақа. Садақа деген негізі өте мощный, бізге керек нәрсе ғой. Мен садақаның 10 рет қайтып келетініне 10 есе, мен 100% көзім жетті қыздар. Сондықтан садақа беріңіздер. Кейбіреулер ойлайды, садақа берсем как будто бір ақшам азайып қалатындай деп ойлайды да. Мен де бұрын сөйтіп ойлағам негізі, астафиралла. Сол кезде не деген жаңа иманым әлсіз болған деп ойлаймын да. Қазір қарасам, сол садақа қазір қарасам өзіме 10 есе болып келеді ғой, беріп жатқан садақам. Истихара намазы жайлы айтыңызшы. Истихара намазы бұл сіз екі ойлы болып жүресіз ғой, екі нәрсені таңдау кезінде шешім қабылдай алмай жүресіз. Сол кезде сіз кешке жатар алдында, ұйықтардың алдында дәрет алып, кәдімгідей 2 ракат оқисыз. Бірақ ниетті истихара намазын оқу үшін ниет еттім деп ниетін ғана өзгертесіз.
сөйтесіз да аллаға намаз оқығаннан кейін алладан дұға сұрайсыз. Я алла, осы істің қайсысы маған қайырлы, соны маған нәсіп ет, және маған осы жолда керек адамдарды кездестірші деп алладан дұға сұрайсыз. Өзім осыны жасағам. Истихара бұл өте керемет намаз, мен өзіме көмектесті осы намазды оқыған кезде. Сондықтан Раушан ханым, Раушан ба сіздің атыңыз? Райхан, кешірім сұраймын, Райхан ханым, солай оқылады ол. Негізінде ютубта барлығы бар, дегенмен де сұрағыңыз орынды. Осылай оқисыз, тек қана ниетті турлап, дәрет алып, сосын ішкімен сөйлеспейсіз, айтқандай. Ішкімен сөйлеспей ұйықтап қаласыз. Сол кезде сізге Алла тағала түсіңізге кіргізу арқылы түс көресіз. Сол кезде белгі береді. Немесе ертесі күні или арғы күні әйтеуір бір сізге бір адамды кездестіреді, бір оқиға болады да, сол сіздің таңдауыңызға шешім болады. Сол таңдауыңыздың сізге шешім шығарып береді. Истихара намазы сондай. Иә, жымиып күлу де ол да садақа. Жаңа айттым, иә. Сол жаңағы мысалы көшеде өте қалай айтсам екен, көшеден өте алмай тұрған апалар болады ғой, соларды өткізіп жіберсеңіз, біреу сумкасын көтере алмай келе жатыр, ауыр қиналып, соның сумкасын көтеріп жіберсеңіз, бәрі садақа ғой, соның бәрі. Біреуге есік ашып жібердіңіз автобуста немесе көлікте, біреуге орын бердіңіз автобуста, соның барлығы садақа. Садақаның неше түрі бар. Жақсылық жасасаң, ол садақа негізінде. Жақсылық жасау ол садақа, сауапты іс. Садақа туралы алдында мен эфирлер өткізген, бұдан бірнеше уақыт бұрын эфирлер сақталып тұр, оны сіздер іздеп отырмайсыздар ғой, бірақ садақа туралы неше түрлі әдемі сөздер, эфирлер болған менде алдында. Сондықтан садақа жасаудан ерінбеңіздер. Мынау Каспий деген жақсы болды ғой, қазір Каспиймен күнде таңертең таң намазынан кейін немесе таң намазының алдында мен садақа беремін. Мынау Арыста мешіт болып жатыр ғой, Гүзира деген ханымның Каспийіне аударсаңыз, сол Арыстың мешітіне түседі. Ол кісі имамның әйелі. Сол медреседе, мешітте имам бар, сол кісінің жұбайы болып табылады. Сондықтан ол кісінің аты менімен аттас, Гүзира. Сол кісіге күніге садақа беріп жүремін. Және соны мен сіздерге айтып жатырмын ғой, жаңа 10 есе болып қайтады ше. Ол ақша болып та қайтуы мүмкін, ол басқа жағынан сізге қайтуы мүмкін да, адамдар арқылы сізге жақсылық болып қайтуы мүмкін. Сондықтан еш ойланбастан, еш өкінбестен садақа беріңіздер. Ақшалай болсын, басқалай болсын, е. Сол кезде жақсы. Ғабидин, қайырлы кеш. Менің қазір терапиям, жеке қабылдауым қазіргі таңда онлайн 20 мың теңге, офлайн 22 мың теңге. Өйткені мен тағы да бір курсты бітірдім, 3 айлық практик психосоматолог, тағы да білім алдым. Әр білім алған сайын мен деңгейім өсіп отырады. Сондықтан қандай сұрағыңызға болса да жауап ала аласыз. Мына жерде мені танитын, менен мынау жеке қабылдап алған Гаухар ханым отыр, айтып бөліссеңіз болады. Сондықтан келіңіз, сұрағыңызға жауап алып кетесіз. Маған ер адамдар келеді, әйел адамдар да келеді, подростық қыздар, балалар да келеді. Барлығын қабылдай беремін. Офиста қабылдаймын, Астанада болсаңыз офлайн. Сіз үшін офисқа барам. Сол жерде жақсы отырып, оңашада сіздің жаңа проблемаңызбен, мәселеңізбен жұмыс жасайтын боламыз. Кеше ғана бір ер кісіні қабылдадым онлайн. Ол кісі басында ұялып ашылмай отырды, бірақ Алланың қалауымен, менің сүйемелдеумен, бақыттаумен өте керемет ашылды. Өзі айтты, бірінші рет менде бұндай болып отыр деп. Бірінші рет өзі психологқа келіп отыр екен, былай тыңдайды екен психологтарды, бірақ бірінші рет келіп отыр екен. Сондықтан өзімде психологтың қанша терапиясынан өттім ғой, жеке терапия, топтық терапиядан өтем. Әйтпесе мен адамдарды қалай қабылдаймын, өзім, егер өзімнің жан жарамды емдеп алмасам, е. Сондықтан келіңіздер, көмектесем Алланың қалауымен. Жақсы, қандай сұрақтарыңыз бар? Сіздер сұрақ қойсаңыздар мен жауап беріп отыра бергім келеді ғой, эфирді аяқтамай. Жаңа 9:30-ға қарай бастадым, жарты сағат болыпты. Қандай сұрақтарыңыз бар тағы да? Ғабидин мырза, мен сізді байқап жүрмін, сторисімді күнде көріп жүрсіз. Менің ана рилстарым тұр ғой, соны қараңыз, сол жерде де біраз пайдалы ақпараттар бар. Актуальныйда қараңыз пікірлерді, клиенттердің отзывтарын. Өзіңіз зерттеп, сосын келіңіз. Жадыра ханым, қайырлы кеш. Бұл кісі де маған жеке қабылдауға келем деп әлі келе алмай жүр. Айтайын дегенім, кешегі ер кісі мені 1 жылда зерттеген ғой.
ютубтан тапқан, ютубта сақтап алған. Мен ютуб, тикток каналдарым бар. Инстаграмнан басқа жазылып қойсаңыздар болады. Мейірім махаббатпен қабыл алам. Сол бір жылдай бойы зерттеп Алланың қалауы кеше болған ғой ол кісіге. Кеше хабарласып, кеше жұмыс жасап, өзінің сұрағына жауап алып кетті. Сондықтан кейбір клиенттер бір жыл зерттейді, жарты жыл зерттейді. Кейбір клиенттер бүгін көрді ма, ертесі күн жазыла салады. Тез шешім қабылдайтын клиенттер бар. Кейбіреулер жаңағыдай ойланып жүреді, зерттеп, бұл қалай екен, қандай екен деп. Мен енді айтып отырмын ғой сіздерге, ислам шеңберіндегі психолог болғаннан кейін мен өзіміздің менталитетке сай айтам да, баяғы батыс Европаның психологтары ол бізге кішкене келе бермейді, олар басқаша айтады. Біз енді Құранға байланыстырып мынау барлығын діни бағытта ислам шеңберіне сәйкестіріп айтатыным бар. Курс ашу жоспарда бар, иншалла. Курс ашқым келіп отыр. Сосын менде менторлық бар айтқандай. Менторға жазылам десеңіздер, мархабат. Мен айттым ғой жаңа 20 000 теңге бір жарым сағаттық сеанс жеке қабылдау. Сіз менторлық алсаңыз, ол сізге арзанға түседі. Және сіз менімен бір ай бойы жұмыс жасайтын боласыз. Бір ай бойы сізді мен сүйемелдеп бағыттап отырамын. Сол кезде менімен бірге біраз нәрсе алып, өсіп біліп шығасыз. Және ішкі жан дүниеңізді реттейсіз. Бірнеше сұрақтарға жауап аласыз. Сондықтан мархабат, келсеңіздер. Оны жекеге жазыңыз, Құралай ханым, WhatsAppқа немесе дайректке жазыңыз, иә. Менде ана профильдің астында сілтеме тұр ғой, көк сілтеме, соны бассаңыздар WhatsAppқа шығасыздар, немесе дайректке жазсаңыздар болады. Енді 2018-ден бері осы психология саласында жүргеннен кейін енді біраз тәжірибе бар. Теория болсын, практика болсын, өзімнің өніміме, жұмысыма өте сенімдімін деп айта аламын, Аллахтың қалауымен. Сондықтан келе беріңіздер. Онлайн болады, басқа қаладан болсаңыз. Егер Астанада болсаңыз, офлайн кездесуге болады. Офиста немесе бір жерде офлайн кездесуге болады. Негізі менторлықты онлайнда жүргізе береді ғой, барлық мынау нені де жеке терапияында. Мен сол бір жұмыс жасайтын, тек қана ол офисқа барған кезде оның арендасын төлейтін болғаннан кейін мен кішкене үстіне қосам. Бұлай бір жұмыс жасалатын, тек бұлай бетпе-бет кездесем дегеніңіз болмаса, сол жұмыстың барлығы жасалады. Офлайн болсын, онлайн болсын. Сондықтан оны ойлап қалмаңыздар, онлайнда жасайды екен да, офлайнда жасамайды екен деп. Сол бір жұмыс жасалатын, бір терапия. Бірақ айырмашылығы сол бетпе-бет кездесуде болып тұр. Жақсы, ханымдар, бүгін сұрақ қойып активны болғандарың үшін рахмет, Алла разы болсын. Айгүл ханым қосылып жатыр, қайырлы кеш, қалайсыз? Психосоматолог ханымдар кіріп жатыр. Сондықтан мархабат деймін. Қанша жыл бойы өздеріңізді қинап, өздеріңізді іште жеп жүргенше, мысалы мынау психосоматолог болғаннан кейін біз денсаулық бойынша жұмыс жасаймыз ғой. Қайырлы кеш, Айгүл ханым. Сосын кейін қанша жылдар бойы жүгіріп, емделіп, дәріден дәрі ішіп, шаршап жүргенше, оданша сол психосоматологпен бір-ақ рет сеансқа келіп, соның түпкі себебін анықтап, терапия жасап, шешіп кетесіздер. Аллахтың қалауымен ол емделесіздер. Өзім емделдім, мен сіздерге айтайын. Мен өзім ем жасап, женский ауруымнан емделдім, баламның аллергиясын емдеп алдым, сезондық аллергия болатын. Баламның қорқынышын, 11 жасар баламның қорқынышын терапиядан емдеп алдым, мысалы. Сондықтан бұл көбісі ойлайды, психолог дегенге қандай адамдар барады, кейбіреулер вообще ойлайды, психологқа психтар барады деген адамдар болды. Астафиралла. Психтар бармайды, психтар ол психиатрға барады. Психологқа адам көзі ашық, білімді, өзін өзі іздеп жүрген, жанын жарасын емдегісі келіп жүрген адамдар саналы түрде бетпе-бет кездесуге өзімен психологқа келеді. Сондықтан оның айырмашылықтары бар. Оны дұрыс түсініңіздер. Көбісі айтып жатады, сөйтіп әйелдер айтып жатады, күйеуіме психологқа бар десем, бармаймын, оған психтар барады деп айтады. Осы сөзді көп естіп жүрмін. Сол кісілерге түсіндіріп айтыңыздар. Бұл екі ғылым, екеуінің айырмашылығы жер мен көктей. Сондықтан шатастырмаңыздар, иә. Рахмет, баршаңызға Алла разы болсын. Бүгінгі қосылған хандарға рахмет айтамын.
бүгінгі эфир пайдалы болса, от шоқ белгісін жіберіп қойыңыздар, жүректеріңізді жіберіп қойыңыздар, комментарияға жазыңыздар, сөйтіп садақа істеңіздер, маған жылы сөз айтып, сөйтіп бір-бірімізді қоштап, мәні оттарыңызды, жүректеріңізді көріп жатырмын, керемет, Алла разы болсын, өте қуаныштымын. Эфирімді аяқтайын, комментарияға жазыңыздар, жылы лебіз білдіріңіздер, мен де қуанып қаламын, мен де сіздерден энергия аламын, сіздердің қолдауларыңыз маған керек, сондықтан өте қуаныштымын. Рахмет, Салтанат ханым, Алла разы болсын. Келесі эфирде кездескенше, келесі эфирде ораза туралы айтатын боламын. Сау болыңыздар. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.